حبي لك رمضان شهر الرحمة والغفران. Оразаның пайдасы. Ораза лимфоциттердің жұмысын жетілдіреді. Адам ағзасының қорғаныс жүйесін нығайтады. Иммунитеттерге қатысты жасушаның құрамын жаңартып, жақсартады. Ораза адам денесін май басудан, семіруден сақтайды. Оның зардаптарын залалсыздандырады. Бұған дұға, Құран, намаз оқып қана қол жеткізуге болады. Ораза бүйректі тас жиналудан қорғайды, себебі ол кальцийлену процесіне кедергі жасайды. Қандағы натрий құрамын көбейтеді, оның бәрі несеп жолында тас жинайтын тұздың бөлінуіне тосқауыл болады. Ораза адам ағзасын жасушалар мен тіндерде түзілетін зиянды заттармен уланудан сақтайды. Ораза ұстаған адамның ас қорыту жүйесі мен оның қосалқы жүйесі жақсы жұмыс істеп, асты қорыту мен сіңіруге барлық мүмкіндіктер ашылады, яғни бұл жүйелер дұрыс жұмыс істейді. Ораза кезінде, яғни ауыз бекіткеннен ауыз ашқанға дейін, әсіресе жастардың жыныстық сезімдерінде сабырлылық орнайды. Бұл жастардың жүйкелік және физикалық қажуын тоқтатып, оларды тәртіптен ауытқызбайды. Оразаның ақыл естен айырылу дертіне де шипасы мол. Мәскеудің психиатрия институты ашығу мен диетаның көмегімен ақылдан адасушылықты емдеуге болатынын анықтап отыр. Ораза әйелдердің бала көтеру қабілетін арттырады, ал ер адамдардың бел күші бұрынғыдан да күшейеді. Оразада су ішуден тартыну ағзаның қуатын нығайтады, оқып үйрену қабілетін жоғарылатады, зердені жақсартып, есте сақтау қабілетін арттырады. Оразада адам ағзасындағы түзілімнен бұзылым басым болып, ол ауру әлсіз жасушаларды жояды. Қайта қалпына келтіру кезеңі басталып, жасушалар жаңарады. Оразада шын жүректен Алла тағалаға сыйыну, сабыр мен қанағат сезімін сыйлау арқылы ағзадағы зат алмасу қызметін нығайтады. Адамның тәні мен жанын сауықтырып, қуанышқа бөлейді. Оразада адам жауапкершілік пен өзін-өзі тәртіпке шақыруды үйренеді, себебі ол оразаны іштейді, көптің көзінше де ұстайды емес пе? Ораза адамды ешқандай пайда көздемейтін риясыз сезімге, төзімділікке үйретеді. Бұл кезде ол аштық пен шөлді, басқа да қолайсыздықты ешқандай наразылық білдірмей көтеруді үйренеді. Ораза адамға қаржыны қалай үнемдеп, ақша қорын қалай байыпты түрде қалыптастыруға болатындығын көрсетеді. Егер әр нәрсеге қанағат білдіретін болса, үй шаруасын жүргізуге де қаржы аз жұмсалады. Видеомыздың соңына жеттік. Видеоға лайк басып, бізге жазылып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.